Жылытуу маусымына 100% дайынсыз. Котелдар дайын. Котелдар. Барлығы да сынақтан өтті ғой, Иә. Үш котел екеуі істеп тұрады, біреуі резервте тұрады. Сосын әрбір 15 күн сайын ауыстырып тұрамыз. Даже бірінші бірмен екі істеп тұрса, 15 күннен кейін екімен үш істейді. Сосын газовиктермен келісіп, газға рұқсат бергеннен кейін жағып өзіміз жайлап тексеріп көреміз. Мына нелеріңіз дұрыс, өте орынды, үнемдеуге байланысты. Электр энергиясын газға үнем болса, сіздің де табысыңыз артады. Үнемделген қаржыдан мекеменің жағдайын көтеруге болады. Қызметкерлеріңізге сыйақы беру мүмкіндігін қарастыруға болады. Енді мен қарап шықтым, былтырға қарағанда дайындықтарыңыз жақсы. Бірақ енді осыны жаңа айтып отқан қазандықтан әр пәтерге тұрғын үйге баратынды ОСИ КСК мекемелерімен бірігіп сынақ жұмыстарын жүргізіп жылуды уақытында беруге бірлесіп жұмыс жасауларыңыз керек.